Сәлем достар, Назиток арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видео бізде қарапайым отбасының 3-ші бөлімі болатын болады. Арнама тіркеліп, лайктарыңыз басып, подпискаңыз, колокольчикті басып кетуді ұмытпаңыздар. Достар, біз туралы бастаймыз. Және достар, біз ютуберлер бола бүйтіп курс ашқан болатынбыз. Сол курсқа қатысам деушілер болса, комментарийге жазуды ұмытпайық. Олар сол қыздардың мен каналдарын белгілеп кететін боламын. Ана қыздар деген өте мейірімді, күшті қыздар екен. Тез тіл табысып кеттің ғой, Жібек. Я дұрыс айтасың. Күшті болды, обед қалыпты жүр. Қазір обед ішіп алайық та, сосын сол паркке барайық. Мен паркке бармаймын, сен бара бер. Ал мені құрбыларым өз үйлеріне шақырған. Күшті екен сендерге. Я кеттік, тез. Я кеттік. Ойбай, тамақ жасамаған бәлі. Сен жасай салшы. Пожалуйста, сен жасашы. Ладно, мен бағанадан бері көмектескен жоқпын ғой. Бәсе сөйтші, мен кеттім онда. Не киетінді? Несін, короче, ойластыра берейін. Я сөйте бер. Так. Ал мен қандай тамақ жасасам болады? Так. О, печенье бар екен. Давайте осында жұмыртқа и потом мынандай тартылған ет. Сондай жасай салайын. Жарайды. О, қызым, сендер кеп қойғансыңдар ма? Я обед жасап жатсыңдар ма? Кім жасап жатыр обедті? Қарны ашып кетті. Ана кім жасап жатыр, Жібек? Жақсы болған екен. Газетін біреу тоқылатып жатқан сияқты баршы. Так, осы екен. Так, тоқылатып көрейін. Кім болды? Жақсы, мен ашып көрейін, қорқып тұрмын. Сәлеметсіз бе? Мен поштадан келгенмін. Осындай газет келіп тұрмын. Бәсе, әкем бағанадан бері газет күтіп отырып еді. Жақсы, рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Қашан кетеді, уже үш пісіп кетті. Ой, келетін шығар, күтсеңізші. Әке, пошташы келіп, осындай газет келіп тастады. Міне көрдіңіз бе? Уже келді. О, жақсы болды, әке шыққан газет оқиын. Ауылда не жаңалық болып жатыр екен? Сен тамақ жасадың ба? Жасын деп жатырмын. Бар енді жаса. Қазір кеттім. Не тамақ деп ойлайсың? Білмеймін. Жасай берші әйтеуір тамақ. Әйтеуір дәмдалдырып жасай, түсін көп қыспа. Білемін ғой, тамақ. Кімдікі күшті шығады екен? Той, бәрібір кімдікі күшті шықса да маған бәрібір бар тамақ жаса. Той, қыздар болды, не айтып кеттіңдер? Жарайды. Кешір әпке. Бәсе сөйтпейсің бе? Кеп қойдыңдар ма уже? Иә, анашым, біз уже келіп қойдық. Қазір біз сразу кетеміз қайтқан. Біз уже Жібек екеуміз жан подружкалар тауып алдық. Осы ауылдың қыздарды өте күшті, мейірімді қыздар екен. Көбісі бір қыз бар, менімен дос болған. Сол қыз тоже осы ауылға жаңадан, қаладан көшіп келіпті. Қойш? Иә, сол қыздың дос болып алдым. Енді сол қыздармен, менің үйлеріне шақырды. Мен сол үйлеріне барайын деп жатырмын. Жақсы болыпты қайтта. Онда сол қаладан келген қыздың ата-анасымен танысақты? Не үшін? Енді жан подружка болайық та анасымен. Біз отырғанда ешкіммен таныспай отырақ сол. Сендер танысып жүре беріңдер, онда. Ол жарайды. Онда анасының нөмірін қазір жазып келем. Бәсе сөйт. Аха.
Так, қандай киім кием вообще? Нервым кетіп жатыр. Так, мынандай киім киейін ба? Так, вроде бы нормально такая. Или мынандай киім ба? Нет. Қарасып тұрған жоқ. Жарайды, осыны кие салайын, болды. Так, той бір болып кеттім. Так, қазір енді мамаға айтайыншы, косметикалар заказ берейікші деп. Әйтпесе, ешқандай мен косметикам қалмадшы. Мама, мен сізге бір нәрсе айтайын деп келгем. Айта бер. Бірақ ұрыспайсыз ба? Айтса, егер ұрысатын нәрсе болса, ұрысамын. Маған косметика керек еді. Косметика алып беріңізші. Сен косметикаң бар еді ғой? Ой, ол косметикаларын мен қалаға тастап кеткен, ұмытып кеткенмін ғой. Ой, бір шындығыз. Неге болмайсың, сол косметикаларын алатыным. Ана, неден заказ бере саламыз. Нет, надо. Короче, Озон деген кезеттен заказ бере саламыз. Поштадан. Жақсы. Рахмет. Сұрағана тамақ жасап жатсыңдар ма? Яны жібек жасап жатқан. Ой, жібек қызымның тамағы деген енді күшті ғой, айта алмаймын. Мені күші. Енді сенікі нормально негізі. Көрім. Кенің тамақтарын бірте ғой. Жарайды, онда кеттім, осы киімді мен бара берем. Күшті жарасып тұрса. Рахмет.